Әдетті кезеңдегі 5-ші жексенбі жайлы Франсис папаның уағызы. Сенім дегеніміз мүмкін болатын ең жоғары деңгейге апаратын мақсатымыз. Құрметті бауырластарым, бүгінгі ғибадат кезінде оқылатын Інжілде Иса былай дейді: «Мені Таурат заңы мен пайғамбарлар жазбаларының күшін жою үшін келді деп ойламаңдар. Мен оларды жою үшін емес, қайта толық мағынасында жүзеге асыру үшін келдім». Матай жазған Інжіл 5:7. Жүзеге асыру. Бұл Исаны және оның міндетін түсінуге көмектесетін негізгі сөздер. Жүзеге асыру деп айтқаны нені білдіреді? Мәсіх Иса мұны түсіндіре отырып, жүзеге асыру дегеннің не емес екенін айтады. Киелі кітапта кісі өлтірме делінген. Алайда Иса үшін бұл жеткіліксіз. Егер басқа адам айтылған сөзбен жараланса, киелі кітапта неке адалдығын бұзба делінген. Бірақ сүйіспеншілік, екіжүзділік пен жалғанмен ластанса, осы да жеткіліксіз. Киелі кітапта ешкімді бекерге айыптама делінген. Бірақ салтанатты ант беріп, содан кейін екіжүзді әрекет жасауды жалғастыру жеткіліксіз. Мұндай іс-әрекеттерде ең жоғары деңгейге апаратын мақсат жоқ. Иеміз Иса мысал ретінде сый тарту, Құдайға бағыштап, ұсыну рәсімін таңдайды. Кісі сый тарту Құдайға бағыштау рәсімі арқылы Құдайдың өзіне берген сыйларының қайтарымсыздығына жауап қайтаратын. Құдайдың жомарттығына таңбалық жауап ретіндегі бұл рәсім аса маңызды іс-әрекет саналатын. Осылай рәсімінің маңыздылығы соншалық, елеулі себептер болмаса, оны үзуге тыйым салынған. Алайда, Иса бауырласымыз бізге ренжулі болса, бұл рәсімді тоқтату керек деп айтады. Алдымен барып бауырласпен татуласу қажет, содан кейін ғана рәсімді жүзеге асыруға болады. Мұның мәні айқын. Құдай бізді алдымен қатты сүйді. Құдай бізді еш қайтарымсыз сүйеді. Лайықты болмасақ та, бізге қарай алғашқы қадам жасайды. Демек, егер біз өзімізді ренжіткендермен татуласуға ұмтылмасақ, Құдайдың сүйіспеншілігін ұлықтай алмаймыз. Құдайдың жоспары бойынша ең жоғары деңгейге апаратын мақсатымыз осылай ғана басталады. Олай болмаса, рәсімді сырттай және жай әдеттегідей орындау пайдасыз әрі жалған болар еді. Басқаша айтқанда, Иса діни ережелердің пайдалы әрі жақсы екенін үйретеді. Бірақ бұл жеткіліксіз. Діни ережелерді лайықты түрде орындау үшін заңның сөзбе-сөз мағынасынан асып, оның шынайы мәніне сай әрекет ету қажет. Құдайдың бізге берген өсиеттері парықсыздық тар сандығына қамалып қалмау керек. Олай болмаса, парықсыз әрі бұрыс діндарлықтың тұзағына түсіп, Құдай әкенің балалары болудың орнына қатал үстемшіл Тәңірдің құлдарына айналамыз. Исаның шын мәнінде қалайтыны өзіміздің Құдайға үстемшіл Тәңіріміз ретінде емес, әкеміз ретінде қызмет етуіміз. Ал бұған жету үшін заңның әрпінен әрі өту қажет. Бауырластарым, бұл мәселе тек Исаның заманында ғана болған жоқ. Бұл мәселе біздің заманымызда да бар. Кейде кейбіреулерің: «Әкем, мен ешкімді өлтірген жоқпын, ұрлық жасаған жоқпын, ешкімге зиян келтірген жоқпын» деп айтқанын естуге болады. Яғни мен бәрін орындадым дегенді меңзеп тұрғандай. Бұл Құдайдың заңын үстірт орындау, тек қажетті ең төменгі деңгеймен шектелу. Алайда, Иса бізді мүмкін болатын ең жоғары деңгейге ұмтылуға шақырады. Демек, Құдай үшін сан есептеулер мен кестелер маңызды емес. Құдай бізді ғашық адам ретінде жақсы көреді. Құдай бізді аз емес,
көп сүйеді. Құдай, мен сені белгілі бір уақытқа дейін жақсы көретін боламын деп айтпайды. Жоқ, шынайы сүйіспеншілік ешқашан жеткен жетістігімен тоқтап қалмайды да қанағаттанбайды. Сүйіспеншілік әрқашан одан әрі жүреді. Өйткені ол басқаша әрекет ете алмайды. Мұны иеміз Иса айқышқа шеңгелген кезде өзінің жанын құрбандыққа беріп, өзінің жендеттерін кешіріп, бізге дәлелдеді. Иса бізге ең қымбат өсиетті берді. Ол өзімізді қалай сүйгендей, біз де бір-бірімізді солай сүюімізді бұйырған. Заңды, дінді, өмірді ең жоғары деңгейге апаратын сүйіспеншілік дәл осы. Ендеше, бауырластарым, өз-өзімізге мына сұрақтар қойып көрейікші. Біз өз сенімімізге сай қалай өмір сүреміз? Сеніміміз пайда күнем, не парықсыз бе? Әлде ол Құдайға деген сүйіспеншілігіміз туралы хикая ма? Біз жай ғана басқаларға жамандық жасамай, сенімнің сыртқы көрінісін сақтап қалумен шектелеміз бе? Әлде Құдайға және басқа адамдарға деген сүйіспеншілікті арттыруға тырысамыз ба? Біз Исаның осы басты өсиетін орындау үшін өзімізді мезгіл-мезгіл тексеріп тұрамыз ба? Құдай өзімізді қалай сүйгендей, біз де жақындарымызды солай сүйеміз бе? Егер олай болмаса, онда біз басқаларды аяусыз айыптаймыз, және Құдай өзімізге мейірімді болғаны сияқты, адамдарға мейірімді болуды ұмытамыз. Құдай сөзін мінсіз ұстанған Мариям Бикеш бізге Құдайға деген сенімімізді, әрі адамдарға деген сүйіспеншілігімізді жетілдіруге көмектесе берсін. Аумин.